Велосипедімен таудан сырғанап түседі. Жермен қатысты велосипед рамасымен және велосипед доңғалағымен салыстырғанда қозғалысы туралы не айтуға болады? Біріншісі, қозғалыста түзу сызықты қозғалады. Екіншісі, яғни ол велосипед рамасымен тыныштықта, яғни велосипед сол адаммен бірге қозғалып келе жатады. Ал велосипед доңғалағымен салыстырғанда бірге қозғалыста болады және қисық сызықты болады. Екінші есепте бізде түзу жол бойымен жүріп келе жатқан пойыз бұрыла бастайды. Пойыздың бірінші және соңғы вагондары бір-біріне қатысты қозғалады. Олар бір-біріне қатысты тыныштықта болады. Өйткені екеуі де қозғалып келе жатыр ғой. Тек бұрылғанда жылдамдық бағыттары өзгереді. Үшінші есеп берілгені бар. Біз жылдамдықты табуымыз қажет. Жылдамдықты табу үшін біз S бөлінген Т деген формуланы пайдаланамыз. Яғни 10 километрді біз бөлеміз 2 сағатқа. Сонда бізде 5 километр сағат деген жауап шығады. Так, төртіншісі бізде метро эскалаторындағы адам, трамплиннен секірген шаңғышы, тігін мәшинесінің инесі, сағат тілдері, парктегі айналмалы шолу дөңгелегі қалай қозғалады? Түзу сызықты ма, әлде қисық сызықты ма? Бірінші А түзу сызықты, Ә қисық сызықты, Б түзу сызықты және В, Г қисық сызықты қозғалады екен. Так, бесінші сұрақта велосипед қозғалысында осы суретте көрсетілген доңғалақ шеңберіндегі S нүктесінің велосипед рамасына яғни мына нүктеде велосипед рамасына жер бетіне қатысты траекториясы қандай дейді. Велосипед рамасына түзу сызықты, өйткені велосипед рамасы екеуі бір былайынан қозғалып келе жатыр, бір бағытта. Ал жер бетіне қатысты ол қисық сызықты қозғалыста болады екен. Яғни В қоянның жылдамдығы 17 метр секунд. Так, дельфиннің жылдамдығы берілген. В дельфин ол бізде 900 метр минут, минут. Бұны біз метр секундқа айналдырамыз. Тасбақа жылдамдығы. В тасбақа 830 сантиметр минут. Так, енді келесі соңғы жылдамдық гепард, В гепардтың жылдамдығы, так, бізде 112 километр сағат екен. Так, осылардың ішінде ең үлкен жылдамдық, ең кіші жылдамдықтан неше есе артық деп тұр, ең кішісі мен ең үлкенін бір-біріне бөліп жіберіп, қанша есе артық екенін табамыз. Так, давайте ең бірінші біз метр секундтарын айналдырып аламыз. В дельфиннің жылдамдығын метр секундқа айналдыру үшін біз 900-ді метрді бөлеміз 60 секундқа, 1 минутта 60 секунд бар. Сол кезде бізде 15 метр секунд шығады. Келесі В тасбақаның жылдамдығы, яғни 830 сантиметр, ол неше метр? Ол 8,3 метр болады. Мен бірден метрге айналдырдым. Оны бөлеміз 60-қа, минутты секундқа айналдырып жатыр ғой. Бөлеміз 60-қа, сол кезде бізде 0 бүтін болады екен даже. 0,138 метр бөлінген секунд болады. Келесі бізде соңғысы гепардтың жылдамдығы. Гепардтың жылдамдығы бізде километр сағатты метр секундқа айналдырып қиын емес. 3,6-ға бөлеміз. 112-ні, так, километрді метрге айналдырсақ 1000 ғой. Негізі 3,6-ға бөлсек те болады. Немесе бірден осылай алып түсіндірсек те болады. 1 сағатта 3600 секунд бар, 1 километрде 1000 метр бар екенді метр неға секунд деп жазайын. Так, мынау мен мынау қысқаратты. Сонда қазір 10-ға көбейтіп 36-ға бөлетін болсақ, 31,1 метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Так, ең үлкен жылдамдық бізде гепардтікі, ең кішісі бізде тасбақаныкі. Неше есе артық екенін білуіміз үшін В гепардты бөлеміз В тасбақаныкіне. Сол кезде 31,1 бөлеміз 0,138. Калькуляторға салайық. Калькуляторға салатын болсақ 31,1 бөлеміз 0,138. Охо, 225,36 есе екен. Гепардтың жылдамдығы тасбақаныкінен осыншаға артық, есе артық.
Жетінші есепте бізде велосипедші осынша уақыт бойы дейді. Т1 тең 24 секунд. Жылдамдығы 10 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Яғни V1 бізде 10 метр бөлінген секунд. Келесі екінші велосипедші осы жол бөлігін дейді. Яғни жолдары тең болып тұр. Тура осындай жолды жүріп тұр. Неше секундта? 36 секундта өтеді деп тұр. Бізге осы жол бөлігіндегі жылдамдығын сұрап тұр. Бізде екінші велосипедшінің жылдамдығын сұрап тұр. Яғни V2-ні сұрап тұр бізден. V2. Енді қараймыз. Бізде айтып тұр, тура осы жол бөлігін деп тұр. Значит, S1 ол S2-ге тең. Ал S-тің формуласының өзі V көбейтілген Т емес пе? S тең V көбейтілген Т. Енді қараймыз, S1 үшін біз барлығын 1 деп жазамыз. Енді S2 үшін біз оны V2 Т2 деп жазамыз. Енді осы жерден біз V-ны табуымыз үшін мына Т-дан құтыламыз, оң жақтағы. Т-дан құтылу үшін біз теңдіктің сол жағына оны бөлу қылып жібереміз. Сонда V1 Т1 бөлу Т2 тең болады V2. Енді мына формуланың орнын жай ғана ауыстырсақ, V2 тең V1 Т1 бөлінген Т2 болады. V1 бізде 10 метр секунд. 10. Уақытымыз бізде 24. Бөлеміз. Т2 ол 36 секундқа тең. Өлшем білген жазбай қойын. Өйткені біз жылдамдықтың метр секунд екенін білеміз. Так. Мынаумен 12 қысқартатын болса 3. 2 қалады. 20-ға 3-ті бөлетін болсақ, шамамен 6,7 метр бөлінген секунд шығады екен. Так, соңғы есеп. Бізде қазір Ертіс өзені бөлігінде жүк теплоходының ағыс бойымен жылдамдығы дейді. Бірден теңдеу қылып жазайық. Өйткені бізге осылай шығару ыңғайлырақ болады. В өзеннің жылдамдығы плюс В теплоходтың жылдамдығы. Яғни теплоход өзеннің ағысы бойымен қозғалып тұр ғой, өзеннің жылдамдығы, ол ағыс деген. Екеуін қосқан кезде ол 600 км тәулік болып тұр. Тәулік. Так, ал ағысқа қарсы дейді, яғни В теплоходтан, теплоходтың жылдамдығы бәрібір көп қой, сол үшін үлкеннен кішісін азайтамын. В өзен. Сонда бізде 336 км тәулік болып тұр. Километр тәулік болып тұр. Енді мен не істеймін? Су ағысының осы бөліктегі жылдамдығын табыңдар дейді. Яғни су ағысы деген В өзеннің жылдамдығын сұрап тұр, бізде. В өзеннің жылдамдығы сұралып тұр. В өзен осыны табуымыз керек. Енді біз қазір мына теңдіктерді бір-біріне қосамыз. Яғни жүйені өттіңіздер ма, өтпедіңіздер ма білмеймін. Қазір мына екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберемін. Сол кезде қараймыз, мына өзен мен өзен ғана қосылады, теплоход пен теплоход ғана қосылады. Енді қараймыз, В өзен қосу В теплоход қосу В теплоход минус В өзен болып тұр, дұрыс па? Таңбаларының барлығы өз орнымен жазылып тұр. Енді келесі мына 600 қосу 336 деп аламыз. Так, енді өзен мен өзен жойылып кетеді. 2 В теплоход тең болады неге? Так, екеуін қосқан кезде 936 километр тәулік болады. Так, енді мен 2-ге мына санды бөлемін. В теплоход тең 936 бөлу 2 тең болады. Так, 936-ны бөлейік. 936 бөлу 2. Ол бізде 468 деген сөз. Километр тәулік. Енді бізге не керек? Бізге өзеннің жылдамдығы керек қой. Бізге мына өзеннің жылдамдығы керек. Бұл өзен жылдамдығын табуымыз үшін мына формуладан, бірінші формуланы қазір түсіріп жазамын қайтадан. В өзен плюс В тәулік тең 600. Сандық мәнмен ғана ала берейін. Или өлшем бірлігінде жазған дұрыс па? Жаза береге тәулік. Қазір просто метр секундқа айналдыру керек болады. Тәулік. Енді біз қараймыз, В өзен табуымыз үшін В тәулікті мынаға қарай азайтуға жібереміз. Сол кезде 600 км тәулік минус В тәулік болады.
В теплоход болады. Енді біз теплоходтың жылдамдығын таптық қой. Осы жерден В өзен минус 600 километр тәулік минус 468 километр тәулік болады. Енді қазір біз 600-ден 468 азайтсақ. 600 минус 468 тең болады 132 километр тәулік. Енді біз бұны метр секундқа или километр сағатқа айналдырайық. Бірінші километр сағатқа айналдыруымыз үшін тәулікте 24 сағат бар. 136 километр бөлу қараймыз неқті. Тәулікті мен сағатқа айналдырып жатырмын. Bir тәулікте 24 сағат бар. Сол үшін неқті 24 сағат деп аламын. Енді 136-ны бөлеміз 24-ке. Ол тең болады 5,6 километр сағат. Ал километр сағатты метр секундқа айналдыру қиын емес. 5,6 километр сағат. Оны метр секундқа айналдыру үшін 3,6-ға бөле саламыз. Сол кезде метр секундқа айналады. 5,6 бөлу 3,6 тең болады 9,3 метр секунд. Бұлай да жауап берсек болады, немесе бұлай да жауап берсек болады екен.